балалар, бүгінгі зерттеу жұмысымызда біз тәжірибе арқылы табиғаттың құбылысы жайлы білетін боламыз балалар. Табиғаттың қандай құбылыстарын көріп тұрсыңдар балалар? Жер соғып тұр, жер соғып тұр. Назағай соғып тұр, назағай. Самыз алып тұр, самыз алып тұр. Ыстық су, енді бұл жерде мен жаңа айттым ғой, жаңбырдың қалай жауатыны, қалай пайда болатыны. Енді мен бұның үстіне ыдыс қоямын да, соның үстіне мен, мынау не балалар? Мұз, тастай мұз. Мұзды қойсам, бұл сонда, мына қараңдар, астындағы ыстық ауамен көтерілген су бар ғой, жердегі біздегі су, көлдегі сулар бар ғой, солар ыстық ауамен бу болып, ішін қараңдаршы, міне көрдіңдер ме? Бу болып үстіге көтеріледі. Үстіге көтеріледі да, үстіде бізде аспанда суық ауа болғандықтан, ол бізге қайта жаңбыр болып жауады екен балалар. Бұл столда балалар мен айттым ғой, жасанды лава деген. Лава дегеніміз жердің астындағы сұйықтық. Ол қатты көп болып жиналған кезден, ол барар жері болмай, үстіге ыстық, жоғары температурамен үстіге ыстық сұйықтық болып ағады екен. Мен құямын қазір, міне ыстық суды құйдым. Ал енді сендердің жұмыстарың балалар бұл жерде. Қазір сендер аласыңдар да бұған ас содасын қосасыңдар. Міне, ала ғой қасығыңмен. Қатты толтырып ала ғой. Аны көрдің ба қандай? Қандай тамаша. Ал енді Зеренікін көреміз. Сала ғой. Қандай әдемі, көрдіңдер ма? Лава үстіп, жер астынан көтеріледі екен балалар. Бұл жерде жаңа балалар айттым, бұл столда біз не істейміз? Жасанды қар жасаймыз қолымыздан. Ол қардан кейін аққала жасайтын боламыз. Ол үшін бізге крахмал қажет, және көбікше керек екен. Мына крахмал сендерге қосып берейін. Ал енді сендер осы қоспаны қазір араластыру арқылы қарды жасайтын боласыңдар. Ал, араластыра ғой. Араластыр. Қоспаның барлығын бірге. Тамаша, бір-біріне бірігіп жатыр ма? Көрдің бе? Ал, қолың алды. Ал, балалар, енді көрдіңдер ма біз? Аққала жасадық, жасанды қардан. Келесі үшінші бөлігін қойыңдар, жасалды ма? Қайсы? Тамаша. Әкел, мен саған көмектесіп жіберейін. Не жасадық балалар біз? Аққала. Қар жасадық. Одан? Сәбіз керек. Дұрыс айтасың, сәбіз керек, бас киімі керек екен, Қорытындылай келе, келіңдер бері қарай. Ал енді көріп жіберейік. Балалар, қараңдар. Мына қараңдаршы, мұқият қарасаңдар. Міне. Көрдіңдер ме? Жаңбыр болып үстіп, бізге жауады екен. Жасанды лава дедік, Оны қалай істедік біз? Соданы салу арқылы жасанды лава жасадық, Қар жасап алдық, жасанды қар жасадық, одан Аққала жасадық. Тамаша, өте жақсы. Балалар, бүгінгі зерттеу жұмысымыз сіздерге ұнады ма? Ұнады, Осымен бүгінгі зерттеуіміз аяқталды.